Бүгінгі видеомыздың спонсоры Adinexbet. Adinexbet ең сенімді букмекерлік компания және ең жоғары коэффициенттер. Егер де сен описаниедағы ссылкаға кіріп, Гаухар деген промокодты жазатын болсаң, сенің алғашқы депозитіңе 45 мың теңге беріледі. Мысалы, 500 теңге салсаң, саған 45 мың теңге бонус ретінде беріледі. Ал онда бонусты жіберіп алма. Сәлем, менің атым Мария. Мен 19-да болғанда, менде бірінші рет жігітім пайда болды. Оның аты Марк еді. Және көзі көк, бойы ұзын, келісті жігіт болатын. Біз бір-бірімізді өте қатты жақсы көретінбіз, және ұғатынбыз. Уақыт өте берді. Марк өз бизнесін дамыта бастады. Бірақ басында оған ақша күйінде де, эмоционалды түрде де көмек қажет болды. Мен екеумізді қамтамасыз ету үшін жұмыс істей бастадым. Сосын біздің жолымыз болды. Оның тобы орға дөңгелей бастады, және біз әртүрлі жерлерге қыдыра бастадық. Демалыс күндері біз ресторанға барғанды ұнататынбыз. Марк маған көп сыйлық беретін. Бірақ 4 жыл арақатынастан кейін мен қызық нәрселер байқай бастадым. Ол жұмыста ұсталып қалдым деп айтатын. Бірақ үйге келген соң, одан қыздардың дұғиы шығып тұратын. Марк телефонды столға қоймайтын болды. Оған пароль қойып тастады. Сосын мен Маркты тексерейін деп шештім. Ол ұйықтап жатқан кезде мен оның жейдесіне кішкене камера қойып қойдым. Ол жұмысқа келген соң бір қызбен сөйлесті. Оны Алиночка деп атады. Сосын не болған есіме де түсіргім келмейді. Ол келген соң мен оның басынан макарон төгіп жібердім. Сосын мен кетіп қалдым. Бірақ мен оған кек қайтарамын деп шештім. Ауырып қалдым деп жұмыстан сұранып, мен Майктың үйіне келдім. Біріншіден, мен оның шампунын шаш түсіретін затпен ауыстырып қойдым. Барлық қымбат одеколондарын төсекке құйып, мусорлық шелегін оның қымбат әрі бархатты диванына аудара салдым. Болары болды, тағы да істейін деп, оның қымбат компьютерін сындырып, сейфтен қалта толтырарлықтай ақша алып қашып кеттім. Мен өзім оқыған соң жұмысты да істей алатынмын. Жұмыс істеп, өзім үй жалдап тұра бастадым. Үшке маған Марк телефон соғып, мені балағаттай бастады. Ал мен болсам, оның осыған лайық екендігін айттым. Сосын мен өз істерім жайлы кейде ойланатынмын. Қайта Марк мені заттарын бүлдіргенім үшін сотқа бермеген жақсы болған. Мен бәрібір оған қайта қоңырау шалып, кешірім сұрауды жөн деп шештім. Осыдан кейін мен оны есіме де алғым келмейді. Болашақта ол сияқты мені сатып кетпейтін азаматты кездестіретіме сенімдімін. Достар, оқиға ұнаса лайк басып арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көп-көп рахмет.